Кеш жарық сәлеметсіздер ме, құрметті достар, сіздермен көріскеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі жаңа Гүлсім ханым айтқандай, сабағымыздың тақырыбы табыс жолы. Табыс жолы. Осы желілі маркетингпен әрбір адам танысқан кезде, желілі маркетингке келген адам бәрі табысты болуды қалайды. Бұл өмірде қайсы салада болсын, қайсы туылған адам, мен сәтсіздік болғым келеді. Неудачник дейді ғой орысша. Сондай болғым келеді деген адам жоқ. Бәрі де табысты болғысы келеді. Но табысты болу оның бір қандай да бір іс әрекеттер жасау керек, қандай да бір шарттар болады, сол орындалған кезде әрбір адам, мен өзім тәжірибемнен айта аламын, кім болуына қарамастан әрбір адам табысты бола алады. И бірінші кезекте міне осы жерге жиналып отырған адамдарда сізде табысқа деген қалаушылық бар деп айтуға болады. Өзіңіз құттықтап қойсаңыз болады, себебі бұл жарнама барлық чаттарға қойылды, көптеген адам естіді, бірақ ол енді әртүрлі жағдайларға байланысты келмеген болуы мүмкін. Сіз егер осы жерде барсыз ба, демек сізде табысты болуға үлкен қалауыңыз бар, өзіңізге қошеметтеп қойсаңыз болады. Енді қысқаша мен өзімнің осы жолымды кішкене айтып өтемін. Сол нені егер мүмкіндігі болса, ручка қағаздарыңыз болса алып, қажетті жерлерін, жаңа маңызды моменттер болады, соны жазып алсаңыз болады. Сізге пайдасы тиюі мүмкін деп ойлаймын, обязательно пайдасы тиеді. Мен мамандығым бойынша инженер техникпін, бірақ мен өз мамандығыммен жұмыс жасаған жоқпын. 3,5 жыл ғана 22 жасымда бірінші жалақымды алған кезде мен ол жерде жақсы өмір жол екенін көрдім. Камераны өшіріп қойсаңыз, микрофондарды өтініш, мына Ақпал дей ма? Рахмет. Сұрақтар болса, сабақтан соң сұрақтар бере жатсаңыз болады. Себебі қай жерде алсақ та бұл жалақыға жақсы өмір сүру жоқ қой. Өмірге бір келгеннен кейін әрбір адам жақсы өмір сүргенді жақсы көреді. Содан мен әртүрлі мүмкіндік іздеп бастадым. Сол үшін бірінші адамда керек нәрсе бұл қалау болу керек. Желание дейді ғой орысша айтқанда. Сізде қалау болу керек. Өміріңізді өзгертемін, қаржы жағынан, денсаулық жағынан, тағы басқа дегенде қандай жақтан өзгерсін. Енді ең басты мәселе бізде осы қаржы мәселе ғой, барлық адамды ойландыратын. Сол жағдайдан өзгерткіңіз келген қалау болған кезде, менде сондай үлкен қалау болды. Мен жақсы жасауды қаладым. Себебі мен алған жалақым, мен Ташкентте оқыдым. Студент болып жүргенде жетпейтін ақшаның соның 70%-ын жалақыға алдым. Сол бірінші жалақымды алған кезде мен түсіндім, бұл жерде көп жұмыс істемейтінімді білдім. Соның әртүрлі мүмкіндік ол 86 жылдар еді. Өткен ғасырдың 90 жылдары, Совет үкіметі 91 жылы тарады ғой. Содан базар қатынасына кіріп келді. Маған бір жолымыз болған жері, менің досымның ағасы сол бизнес бастап, сол бір жылдың ішінде квартира жасайтын, сол участка үй алып алды, машина мініп алды. Үлкен көрсеткіш енді, қайсы бизнесте болса да. Конечно, біз сол жақын адам болғаннан кейін соның ізінен қалмадық, бізге жол көрсетті. Содан сол 26 жасымнан мен бизнеспен айналысып бастадым. Жақсы үлкен ақшалар таптым. Табысқа қараған кезде енді ол замандағы Жигули деген адам енді былай өмірінде ала алмайтын жағдайлар болды ғой, адамдар деген қиын ол заманда машина деген. Сол айына бір машинаның ақшасын табатын уақыттар болды. Сол жас жігітпіз, әлі 30 жас болған, үлкен ақшаларды айналдырдық. Сондай бірнеше жыл болды. Но бірақ деген әртүрлі кризис деген енді естіп жатырмыз ғой. Қазір көп болып жатыр кризис. Ол заманда кризис болмаған, сол бірінші кризистерге біз соған не болды па, экономикалық жағдай болды. Сол біз жасап жатқан жерде 100% бизнесмен банкрот, мен де банкрот. Ол ақшадан айырған былай тұрсын, жаңағы үлкен қаржы нелер. Бұл енді сыртқы не дейді, бізге әсер ететін нәрсе бар ғой. Сыртқы дүние дейді. Сыртқы дүние бізге сондай әсер тигізуі мүмкін. Дәстүрлі бизнес болсын, басқа да. Сонымен үлкен қарыздарға сондай болып қалды. Содан енді ол сол кезде оймен өмірде құтыла алмайтын қарыз, үлкен сумма, суммасын қазір айтып отырмын қой. Сол кезде менде мынандай не болды, жағдай болды. Жалақыға жүреді ғой адамдар. Ал мен 2 машина мінгенмін. Оны сатып, недвижимость квартиралар болған бәрін сатқанда да жетпейді. Сонда да қарыз енді. Мен семьям, жақындарым көмектесті. Бәрі сол туысқандарым, інілерім, сол жолдасым, бәрі көмектесіп, сол бірнеше жылдың ішінде бірнеше жыл кетті сол қарыздан құтылып. Бірақ сол қарыз болып жүрген күндері мен сол жаңағы жалақыда жүрген, жаңағы ақша жетпей жүрген адамдарға жаңағы нем келетін еді. Соларға қарап таңданып, мен де неге осындай бизнеске араластым. Сондай жүрсе болмайды ма деп. Сол үшін сізде қазір ондай бір үлкен қарыздар болмай, бір кішкене қиындық болып жатса, ешқандай сіз енді бақытты адамсыз. Сол кезде қатты сондай қиын жағдайда болған уақытым болды да. Сондай адамдарды мен бақытты деп ойлайтынмын. Сондай жүрсем болады ғой деп. Но бірақ уақыт өтті, бизнес жаңағы қарыздан құтылып болғаннан кейін мен уже үлкен бизнестен қорқып қалған, кішкене бизнес, саудаға өттім, коммерция. Алматы қаласына келдім ол кезде. Біз Өзбекстанда Қарақалпақстан деген жер бар, сол Нүкіс қаласында тұратын едім. Алматыға келіп осында Зеленый көк базар бар ғой, көк базарда сауда жасап көрдім. Менің достарым бар, көмектесті. Әлі де сол базарда үйлі жайлы, машиналы, 2 этаж үйлер, вообще жақсы енді магазиндер бар, сондай. Жақсылап алдым, онда солар көмек берді. И хорошо, жақсы, что менде сол кезде ол бизнес жүрмей қалды. Болмаса мен сол жүріп кеткенде әлі күнге дейін
үйрене базарда отырамын едім. Себебі әлі достарым бар, сол әлі сол базарда сол жастарым жерде 60-ға келді ғой, жаман емес, бәрі әлі бірақ сол саудада да негізі. Сонымен мен жаңағы Маңғыстау облысында сол жақта кішігірім саудадан бастадым. Сол сауда жасап жүріп, енді бұрын ақшаны бір тапқан адам, бір адам жазуды үйренгенін ұмытпайды ғой, ешқандай машина айдап үйренгенін ұмытпайды, ақша тауып үйренгенін бәрібір соның жолын табады екен. Сондай табысқа жеттім, бір коммерцияны жолға қойдым, бизнесті. Бір жылда бұл кезде мысалы Алматыда бір комнаталы квартира қанша тұрады? Мен 5 айлық табысыма бір комнаталы квартира алдым болады. Жақсы ақша да олар. Сондай ақшалар тауып жүретінмін осы сетевой маркетингке келместен алғанша. Енді бір зат айтып кетуім керек. Мені сетевой маркетингке ешкім шақырған жоқ. Бір. Екіншіден маған презентация өтілген жоқ. Екі. Үшіншіден маған маркетинг план түсіндірген жоқ. Мен өзім келдім деп айтсам болады екен өмірде сондай жағдай. Сол үшін мен не үшін ондай таңдау қылғанымды айтып кетемін қазір. Демек қалау болады бірінші сол. Сонымен сондай жүргенде енді мына дәстүрлі бизнесмен қазір көп адам осы желілі маркетинг келеді, бизнес жасап көрмеген да. Сосын ой мен анау болмай жатыр, ақша келмей жатыр. Бізде де пассив түсіп жатыр. Бір жыл жүрдім, 2 жыл жүрдім, сондай әңгімелер болады. Енді мен оны түсінемін, себебі дәстүрлі бизнесте, традиционный бизнесте көп қаржы жұмсау керек адам. Көп қаржы. Сіз бір цех, макарон, пряник, кондитерский, любой колбасный салон бірдеңе ашатын болса, қараған ақша жұмсайсыз біріншіден. 3 жыл деген өліп талып жұмыс істегеннен кейін 3 жылдан кейін сіздің ақшаңыз қайтып келеді, 3 жылдан кейін сіз табыс тауып бастайсыз. Тауып бастасаңыз, болмаса банкрот боласыз. Үлкен ақшаға. Сол үшін мынаның қадірін білуіміз керек та біз. Мына бизнестің. Сол үшін микрофонды көрсетсеңіз. Сол үшін сол жағдайды біз білуіміз керек. Мен соны білетін болғаннан кейін ол сетевой маркетингке жаңа таңдап келген. Желілі дәстүрлі бизнестің тағы бір жері бар, сізде ешқандай демалыс болмайды. Күні-түні тынбай жұмыс істеу керек. Сізге ауруға да демалыссыз да, кейін денсаулықтан проблема болды сол жағдайда. Сізде ауруға да мүмкіндік жоқ. Мен 39 градус температурам болып 200 километрге машинада баратын жағдайлар болып қалды. Ол бармай қалсаң болмайды. Сен уже доллар бар, үлкен ақшадан айырыласың. Біреуге айтасың, машина айдап апаршы, машинаның артына жатасың, барасың, жұмысыңды істейсің. Сондай жағдай болды. Мен аппендициттен операция болдым, 9 күн болды шыққан кезде командировка, кету керек Ташкентке. Бармай қалуға болмайды. Білесіз ғой, 9 күн операциядан шыққанда қандай болу керек? Адам постельный, көп қимылдамау керек. Болмайды, сетевой ана бұл. Сол үшін сетевой маркетинг айырмашылығын білсін деп жатырмын да, қандай ана традиционный бизнестің қандай оңай емес екенін, ауыр екенін. Адам балалы болған кезде қандай не болады? Мен екінші баламен ұл бала туылды. Бірінші қыз, оған енді жаңа операцияға бара алмай қалдым, радионан алуға. Екіншісіне енді үлкен қуаныш қой, бақыт қой. Бірақ мен жақтан не бар жаңағы, договор жасап қойғанмын. Сол бара алмадым, сол немен барып өзім алып кеттім. Көрдіңіз ба? Бизнестің қандай мына сетевой бизнестің қандай жаңа жеңіл ананың қасында да традиционныймен салыстырғанда. Содан денсаулықтан айырылып, ондай бір проблема болды. Емделмеген жерім жоқ. Москва, Трускавец, Ташкент институт, профессорлер. Кейінде менде ондай ауыр диагноз, ішектен онкология болып жатқанда осы бұл енді Құдай айдап келді деп айтуға болады. Бұл тағдыр адам біріншіден менде қалау болды. Сол өмір сүру жасағым келеді деген. Маған өмір көрмеген, танымайтын прям көшеден келіп осыны ұсынды. Мен себеп болды, мен қызымның мұғалім ұсынған да, бір орыс әйел кіріп келді. Өмір бойы соған рахметімді айтамын. Қазір 84-85 жасқа шықты, Россияда тұрады. Сол биодобавканы ұсынды маған. Коробкасы жүдә қарамадық, қолымызға да ұстатқан жоқ, пакетке салып берді. Болды. Қазір қандай? Сертификат бәрін көрсетті. Ол адамына да байланысты болады. Алдым, пайдаландым. Мен 2 аптаның ішінде жұмысқа жарамды болып, бизнесіме кеттім. Содан басталды мен осы биодобавкамен танысуым. Сол жылы мен сол жұмсаған ақшамнан 10 есе менің табысым көбейіп кетті. Сол үшін мына ол жерде жазып қойсаңыз болады, өзіңізге жұмсаған қаражатыңыз есе болып қайтып келеді. Продукцияны пайдалану керек. Бізде міндеттеме жоқ, но бірақ продукцияны пайдалансаңыз бизнесіңіз жүреді. Содан бұл бизнеске мен қызыққаным, мен сондай бір тарих естідім, мен бүгін мына тарих естіп отырсыз ғой, сондай. Бір жігіт, ауылдық жерде тұрған жігіт, осы Алматыға келіп бір бизнес жасап, сондай табысы сондай, айына 1 комнаталы квартира табысын табады. Еще иномарка машина берген оған, 30 мың доллар. Ол замандар Қазақстанда да ондай көп иномаркалар жоқ еді. Өте мына адамды мотивация қызықтыратын дейді ол. Және тұрақты дейді ол табысы деген, постоянно сондай ақшаны алып отырады. Енді мен бұрын бизнес жасап үлкен ақша алғаннан кейін бұдан да көп ақша табатын. Мен сразу қызықтым, ойлап, қалай екен бұл, не екен? Сол кезде бізде үйде жаңағы не бар, каталог бар, біз тұтынушы болып тіркеп қойғанбыз, тек тұтынушы болып болған. Сол каталогты алып, үйде маркетинг план жазылған, Аллаға шүкір жазу, есеп санақ, математика жақсы оқығанмын. Қағазға өзім есептедім маркетингті. Сразу механизм түсіндім. Не үшін түсіндім? Потому что білдім, мен сонша
қарайған ақша жұмсап, Москва, Украина, Ташкент, Ташми сондай ақшаларды жұмсап шеше алмай жүрген проблемамды разғандай суммаға одан неше есе болып мен денсаулығымды тіктеп алдым да. Түсіндім мен бұл жерде сауда бұл сетевой маркетинг, бұл жерде тұрақты тұтынушылар тарапынан құрсаң болды, бұл адамдар бір рет бұны өнімді алған адам постоянно алып тұрады өнімді. Бізде де мына Дигуртта сондай не бар. Адам бір рет пайдаланып көрсін, бұл басқа компанияның затын пайдаланбайды, өте қолжетімді. Сол үшін өзіңіз өнім пайдаланыңыз. И сосын өзіңіздің жаңағы структураңызды пайдалануды үйретсеңіз, және сізге тарамайтын структура әрқашан дамып бара беретін болады. Соны түсіндім. Болды. Менде тек бір сұрау болды. Менің қолымнан келе ма? Сетевой маркетинг бәрімізде болады сондай сұрау. Мүмкін ол бір сондай қасиетті адам бірдеңелері бір бар шығар, жаңағы қабілеттері бар шығар, бір басқаша адам шығар деген ой болады да. Мен себебі өзім орташа көп адаммен мен тіл табыса алмаймын, жеңіл бір сөйлесіп кетпеймін, бір андай медекеде бір екі танымайтын адам болса маған тост берсе мына тамағым бітеліп қалады, екі ауыз сөз айта алмайтын. Үлкен тойларда ана список бойынша тост беретін болса мен сразу тамададан көріп аламын, мен кезегім қашан келеді, менің кезегім келген кезде мен қашып кетемін. Жоқпын. Оны енді біліп жатырмыз ғой, қысынбай тост айта беру керек екен, ешкім тыңдамайды екен ғой бәрі. Сондай жағдайдағы адаммын да, мен сосын ойладым, қолымнан келемін. И сол мен осы Алматы қаласына келіп, уақыт тауып келдім, сол жігіт көрейін дедім көзіме. Егер ол бір айрықша бір басқаша адам болса, онда мен бұл жұмысты істемеймін. Қолымнан келіп, бірақ соны келдім, сабағына презентация өтіп жатқан екен, как раз соның расписаниесіне мен тура келіппін да. Қазір күте тұрыңыз деді, кездесіп сөйлеспесін алдым. Қазір мен осындай сабағым бар, мен келдім, сізбен танысайын деп земля бізде тем более ауылдық жерде тұрған. Вообще мына құмның арасында да сондай шаруашылық болады ғой, мал шаруашылығы совхозда тұрған жігіт. Содан жаңағы мен презентациясын орыс тілінде өтіп жатыр. Мен артта отырып, не айтқанын есімде жоқ. Мен бір ой болды менде. Төменде машинасын көрдім, жаңағы керемет әдемі иномарка. Ол шала сөйлейді орысша. Сосын менде сондай ой болды. Бұл танымайтын қалаға жаңа көшіп келген ғой, бұл жерде таныстар аз ғой оның. Ол значит, бұл жерде таныс жоқ, таныс керек енді сөйтіп ойладым. Оны түсіндім. Танымайтын елде, тілін білмейтін елде, сөйлеген естіп тұрмын, шала сөйлейді орысша. Осындай адам егер жетіскен болса, мен дедім, бұл жетсем, мен қолымнан келеді дедім. Себебі мен қалада тұрғанмын, орыс тілін жақсы сөйлеймін. Таныс көп, барлық районда, республика бойынша, Өзбекстан бойынша, Ташкентте оқыдым. Таныс көп болды дедім, мен бұл бизнесті жасаймын. Сондай сенім пайда болды. Сенім керек та. Бірақ мен ешкім тыңдамадым. Бұлар маған спонсор кітап оқу керек, бірдеңе айтпақшы болды, бірақ мен енді олар біреу врач болған, дәрігер, біреу бухгалтер болған. Сол жерде табысты көп ақша тауып, бірақ факт то, что ол мен істеген бизнес істеп көрмеді ғой. Мен ойым, мен қатты ақылдымын. Мен үлкен бизнес істеген адаммын. Мен өзімше солай ойлаймын да. Мен крутой едім ол кезде да, жаңағыдай. Управляющий банк үлкен бастықтармен араласып жүрдім. Сондай үлкен. Содан тыңдамадым оларды. Не айтса да. Мен осылай сол жүремін, мен барамын дедім. Ана мекеменің бастығын жаздырамын, оның мекемесінде 30 адам бар, бәрін жаздырады, болды, мен тез арада бұл жерде жетсем. Жүремін ба осы жаймен деген ой пайда болды. Енді көп адамда ондай ой болады. Мен бір 5 адам, 4 адам тауып алсам болды, 4 адам табады, 4 адам табады, болды. Иван жатып ақша тауып беремін. Менде де болды, бірақ ол енді редко болуы мүмкін. Енді болады, енді компания жаңадан кіріп келген кезде ең басында тұрып алатындар болады. Тез жетісіп кетеді енді олар болады. Бір адам болады да ондай не. Екеу болады. Оған все. Одан кейін келдіңіз бе, қалған бәрі еңбек, тек қана қара еңбекпен болған. Содан жұмыс істеп бастадым. Әртүрлі жаңа этаптар болады, қазір оны да айтып кетемін. Период, өмірдің кезеңдері болады дейді ғой, сондай өмірдің кезеңдерінде дистрибьютордың кезеңі болады екен сондай. Сол бірінші неде, сол ештеңе жаңағы презентация өтудің жолы жоқ, стандарт жоқ, ештеңе жоқ, қалай шақыруды білмейміз. Үйге шақырамыз, ол оказывается жаңағы домашний кружок екен. Оның атын да білмейміз, просто үйге шақырамыз да біреу келеді, біреу келмейді, бір күндері сол шақырған адам келмейді, біз кешке дейін үйден еш жаққа шыға алмай сол адам күтіп отырған күндеріміз болды. Тез болатын сондай. Бірақ келген адам, мен 2 сағат презентация сөйлеймін, әр затты көрсетемін, менің де басым ауырып кетеді, анадан басы қалай ауырғанын білмеймін. Ертесіне бір көшеде бір күн көріп қалсаң, көшенің арасында шығып кетеді ғой. Жаңағы телефон көтермей қояды. Соны жаңағы продукцияны көрсетеміз, кітаптарды, мына компанияны мақтаймыз, пәлен гектар жері бар екен, пәлен товар, пәлен заводы бар екен. Сондай да презентация өтеміз да, еш стандарт жоқ. Бірақ бәрібір болады енді арасында адамдар. Подписка болды, продукцияға келді, продукция керемет жұмыс істейтін еді. Содан ай сайын да кішкене болса табыс бар, подписка бар, ай сайын подписка бар да. Сондай жағдай болды. Бір жылы мен осы кезде мен Алматыдан таситын өнімдер бізде жоқ еді. Қазір былайша контрабанда жолымен ғой сол. 2,5 жыл, 30 ай ғой, 30 рейс, 2000 километр барып келем, сол товарға келіп кетем осы жерге. Отчет тапсырам, товар алып кетем. Қараңыз, сол бір кезде сондай болды, таможняда контейнер ауысып кеткен, 40 күн продукт жоқ. Продукт жоқ. Бірақ мен сол 40 күн емес, сол 10 күнде білмей жүрдік, одан кейін белгілі болды. Содан шулап бір айдың ішінде 10 адам тіркеп тастадым. Бұл $300 кіреді.
мақтанып жүрсем, бір Ақтөбеден келіп олар бір пенсионер кісі не күтіп жатқан екен, өнім мендей болды, отчет тапсырды. Ол менен де көп адам тіркелген. Сондай нелер болды. Бірақ факт то, что олар оны да ештеңе алмай, жұмыста жасамай қалды ғой. Кейін біліп жатырмыз неге екенін. Сол дистрибьютор бастаған кезде мынандай кезеңде болады. Жазып қойсаңыздар болады өзіңізге. Бірінші кезең бұл волнение, чрезмерное волнение деген қалай болады неде? Қазақша қобалжу дейді ба? Не адам таныстыңыз келіп, жаңағы нені маркетингпен, сосын көзіңіз жанып, ол шынымен осы рас па, мен байып кетсем қалай болады, қолымнан келмей қалса қалай болады, сіз мына қобалжың жағдай болады да. Бірақ көбірек танысып, бір-екі мероприятие, конференция кіргеннен кейін екінші кезең басталады. Ол орысша сумасшедший период деп айтады. Сумасшедший дегенде не дейді орысша? Адамдар тамы кеткен дейді ғой. Дұрыс па? Түсінесіз ғой, сумасшедший деген. Сондай сумасшедший период, адам көзің жанады да, осындай болып, көзің жанып, көрген адам саған дистрибьютор. Көрінген адам саған жазылатын адам да. Любой жерде бол, мереке ма, ол автобус, самолет, поезд, жолда жүріп барасыз ба, остановка ма, любой жерде айтып кете бересіз да адамға. Бір жерде бір отырыспада отырып, мерекеде біреу түшкіріп жіберсе де болды, оған бедабапын айтып кетесіз. Сондай заман, сондай кезең болады екен, көзің жанып жүреді да, короче. Енді сондай кезеңде шығар, жаңа мен 10 адам тіркеп тастағанымда, бірақ ешқайсысы кейін бизнеске де келген жоқ, ойымды алған жоқ. Просто мен көзім жанып тұрғаннан кейін, білмеймін неге, мен аяқ жазылды ма, я жаңа менің эмоциям берілді ма, айтады ғой, эмоциональный бизнес бұл деп. Ну, факт то, что сондай жағдайлар болды. 3 жыл болған кезде мен бизнесімді анализ етсем, орта дәрежеге келген маркетинг бойынша, бірақ структурада менен басқа адам жоқ жұмыс істейтін. Мен сол кезде түсіндім. Бұл жерде мен бір зат дұрыс емес деп жүргенін білдім да, не екенін білмеймін, бірақ кейін түсіндім, мен оқуым керек екен. Содан қазір енді оқу деген оңай ғой, үйіңізде қазір чайыңызды демдеп алып, может диванда жатып тыңдап аласыз ба білмеймін ғой. Бұл 2000 километрге мен келетінмін. Сонша жолға проезд, ақша, обучение платный, тағы басқа, соны түсіндім, оқып, сосын кітап оқып бастадым. Сетевой маркетинг туралы көп, 40-тан көп кітап оқып бастадым. Былайша сетевойға байланысты жоқ, 100-ден көп кітап, бірнеше рет қайталап. Сол үшін білім өте маңызды. Соны жазып қойдым. Білім өте маңызды. Керек, енді егер сізде қалау өте күшті болса, үйренесіз, оқисыз. Содан сол оқуларға қатысып, 3 жылдың ішінде біз сондай структура құрдық. Менің структура әрқашан товарооборот айына түспейтін еді. Сезон жоқ, басқа қарамайды. Жаз, қыс, январь айы, наурыз, или бір ораза қарамайды. Товарооборот ай сайын өсіреді. Бұл система жолға қойды еді. Бір өзім емес, енді ол команда адамдар болып, сол алған білімдерімізді іс жүзінде біз қолданып бастадық. Егер сіздің қасыңызда жаныңызда спонсорыңыз болса, болмаса да онлайн сөйлесуге болады ғой. Спонсорыңыз болса, сіз бақытты адамсыз. Менің жұмыс істейтін спонсорларым 2000 километр ұзақта еді сол кезде. Ол жерде жаңа үлкен кісі айттым ғой, олар сатумен айналысқан адамдар бизнес үйрете алмайды. Бизнес үйрететін спонсорларым 2000 километр ұзақта, қазіргідей связь жоқ. Международный звонок, заказы да бәленбай қарайған ақша тұрады. Сол үшін спонсорыңыз болса, жаныңызда тәлімгеріңіз болса, сіз бақытты адамсыз. Спонсордан айырмаңыз керек, айтқанның бәрін қылсаңыз жақсы боласыз. Сондай спонсорды бірақ жаңағыдай желілі оқуның арқасында, сол алған білімдерді қолдану арқасында, ондай жақсы дәрежеге уақыттың өтуімен автобонусы бар ма, путевкілері, тағы басқа лекторский конкурс, лектор болдым, инспектор болдым, орта евроазиатский регион бойынша генеральный инспектор бол деген сөз. Сіз любой қалаға барып, сіз шақырады, лекция оқисыз да. Мен сол Ақтау қаласында шақырған, Ақтау қаласында, Алматы қаласында, Ташкент, тағы бір жерлерде сондай оқуларға шақыратын едім. Мен барып көп адамдардың алдына шығып, деген структуралардың алдына шығып, ондай сабақ өтетін күндерім болатын. Оның бәрі бірден емес, енді жаймен ешкімде жаңа табыс болып туылмайды. Бәріміз де қарапайым кәдімгі радонда туылдық, кәдімгі жаңағы. Мен де туылған кезімде сөйлеп білмейтін едім деп айтсам да. Бәріміз үйрендік қой, сөйлеуді, жүруді дегендей. Бизнесте де солай екен, бәрін үйренесің, уақыт керек. Сол енді мына табысқа жеткен кезде бәрі қайсы саланы алып қарасақ та, қайсы тарау салама, мәдениет саласы, спорт, бизнес, бұл жерде бәрі адам өз ісінің маманы болу керек, профессионал былайша айтқанда. Профессионал. Мысалға деген қарапайым етікшілер бар ма? Етікшілердің ішінде профессионал бір аяқ киім 10 мың долларға тігетін. Мен енді өзім көрмедім, бірақ естім, сондай адамдар бар, аяқ киім тіктірген. Өзбекстанда бар, Наманган, Ферғана деген жақта. Шетелдерде де бар, бірақ Өзбекстанда бар сондай адамдар. Олардың алдында барудың өзі қиын екен. Етікші 10 мың долларға аяқ киім тігіп береді. Яғни водитель, шопыр дейді ғой, шопырлар бар, $1 миллион табады. Мен басқа сабағында да айтамын. Сіз білесіз көп дегеніңіз оны. Шопыр $1 миллион жылына табады. Табысы. Ол ана Михаил Шумахер деген естіңіз бар ма? Қазір Формула 1 не істейді? Ол водитель, ол просто машинаны сондай жақсы айдайды, вообще керемет, суперский айдайды машинаны. Әне солар сондай ақша табады. Шаштарез болсын, ол повар болсын, басқа болсын, бірақ бәріне профессионал болу үшін уақыт қажет, уақыт, соны біз білуіміз керек. Уақыт қандай әртүрлі. Мен айта аламын, шаштарез, інім, мен ағам несі ғой, баласы сол.
бір жыл қатынады сол. Бір жылдан кейін профтиводет бастады, қазір 1-2 жыл болды, қазір үй салып жатыр өзі. Табысына жақсы ақша табады. Бірақ қанша уақыт жұмсады. Мен көп адамдармен сөйлесем, бір ана тас кірпіш қалайтын бар ғой, каменщик кәдімгі. Сондаймен сөйлескенді жақсы көремін. Бір каменщик жұмыс жасап алады, қазір 3 подсобнигі бар. Кірпішті лайды әкеп тұратын. Ана жігіттен сұрадым, сен жаңағы бір адам берсек, сен қанша уақытта сен осындай ұста болады сен дейді. Анаған байланысты сосын мен тікелей айттым, сен өзің қанша уақытта болдың? 2 жыл деді. Енді кірпіш қалайтын адам көп ақша таппайды ғой. Мына жерде үлкен ақша болса, көп ақша болса, ол арзый ма, арзымай ма? 1-2 жыл уақытты ажыратып ал. Мен ойлаймын, арзиды. Ол үшін бірақ адамда сізде себеп болу керек. Бірінші жаңа қалау болу керек дейді ғой, арман болу керек, мақсат болу керек, оның бәрі айтылады. Бірақ арманнан бетер бұл жерде себеп болу керек сізде. Менің осы сетевой маркетингке келген себебім, мен ана банкрот болған кезде, менде сондай жағдай болды, 2 балам ауырып қалған кезде, әшейін дәріге пенсия тиім тұрады, қазірде көп ақша емес. Соған ақша таба алмай қалған уақытым болды. Көп адам айтады, ең бастысы ақша емес дейді. Ол өтірік, ондай деп айтқан адамнан қашу керек. Ең бастысы ақшаңыз жоқ кезде. Өмірде ең бастысы ақша емес деп, ол үлкен миллион ақшаларға жеткен адам айтылады. Ал оның ақша жоқ кезде ең бастысы ақша. Мен сол кезде білдім. Ақшаң жоқ па, бір тиын ешкімге керек емес адамсың. Мен сондай адам болдым кезінде. Сосын мен соны түсіндім. Ақшаң жоқ па, сен өзің жақындарыңа көмек бере алмайсың. Өзің туған балдарыңа, ата-анаңа ешкімге көмек бере алмайсың. Соны білдім. Сол кезде мен бір сондай жаман бір жағдайға түстім. Мен жақсы жаман бір өзім ішке кеттім, сыртта не болып жатқанын білмеймін, қайда кетіп жатқанын білмеймін. Орысша прострация деп айтылады, қазақша білмеймін деп айтылады. Сондай ой ішке кетті бәрі. Сосын өзіме сондай диалог болып жатыр. Сен қалай осындай жағдайға түстің? Денің сау, ақыл есің дұрыс, сауаты бар. Неге сен осындай жағдай болып қалдың? Сол кезде мен ішімнен сондай бір дауыс пайда болды. Мен не жасасам да, не жасасам бәріне қайырымдымын, жасаймын. Қолымнан келген. Көшесі бір болса, көшесі бір, бірақ мен ақшалы боламын. Мен осындай жағдайға түспеймін деген сондай несі пайда болды. Мүмкін сол шығар, жаңағы мені көп жылдар сол алдыға мен керлеп, сүйреп жүрген сол зат шығар да, сол установка қойылды миға. Содан мен саудаларымды жүргізіп, жылдан жылға ол жерде де мен көбейте беретін едім, түрлі жағдайларды іздеп. Бірақ сол жасым 40-тарға келген кезде мен 1 жыл болды сондай бизнес жүргенде ойланатын едім. Себебі мен көрдім, адам ешкімде мынандай кепілдік жоқ, сіз ертең ауырып қаласыз. Мен ауырып қалып та көрдім, жұмысқа жарамай қалып. Банкрот болып қалып та көрдім. Ешбір адам 100% кепілдік жоқ. Ол үкіметте жұмыс істесін, жалақыға істесін, бизнес істесін, қарайған адамдар банкрот болады. Мен біреуін болып көрдім. Ал енді мен қашанғы жүремін, және екінші жағдай, мен қашан командировка кете беруім керек. Семьямның жанында бола алмаймын көбіне. Сосын мен ойлайтын, мен 60-қа шыққанда мен не боламын? Менде бұндай денсаулық болмайды. Қашан ақша жеткізіп болмайды. Сол кезде ойлайтын, осындай бірдеңе болса екен, бір тұрақты табыс қылатын бірдеңе. Ама сетевой маркетинг көрген кезде мен осы сетевой маркетингте соны көрдім. Сол табыс болатын да. Табыс болатын енді. Және сондай жағдай болды, біз жаңағыдай жұмыс жасамай қалған кезде де бізге ақша келіп тұрды 10 жылға дейін. Осы сеншеден 2009-дан 2019-ға дейін бізде жұмыс істейтін жағдай болған жоқ. Мен осы сетевойда жұмыс істей алмадым. Бірақ сол бұрын құрған структуралар, Қазақстанда структура пайда болған 10 жыл енді үлкен байып кететін ақша емес, бірақ нормально жасауға жететін ақша келіп тұр. Мен сол жағдайды көріп келдім. Сетевойда бар, тем более Ливудта бар. Сол үшін оқуға да, оны күтуге де бәріне де арзиды бұл жерде. Ондай система. Оны енді басқа сабақтардан көріп естіп жатсыздар ғой. Сол үшін енді неде жаңағы не дедік қой, азан кезеңдері болады дедік қой. Жаңағы екінші кезең не дедік, сумасшествие деген. Адам жаңағы там кетіп қалады ғой, сондай жүрген. И одан кейінгісі зрелость деген не, зрелость деген. Адам пісіп жетеді ғой, бір ер жетті, бой жетті дей ма бір адам. Түсінеді ғой бірдеңені, сондай жағдай. Зрелость деп жаза берген переводын. Одан кейінгісі ол кезде сіз білесіз да, бұл отказ нормальный нәрсе ол. Отказ болмаса ешқандай табыс болмайды. Отказ бұл сізді үлкен табысқа апаратын жол. Қандай кезде, бірақ сіз егер дұрыс өтіп білсеңіз презентацияны, дұрыс шақыруды білсеңіз. Ал мен 3 жылға дейін жүргенде қалай солай болса, ондай болмайды ол. Именно енді дұрыс шақыруды бұл жерде бар, тренингтер болып жатыр, дұрыс презентация өту, екінші кездесу бар, оны қалай өткізу, адамды қалай жұмысқа бағыттап беру, оның себебін табу. Себеп ол ең қажет нәрсе, ол туралы тағы да айтамыз қазір. Сол кезеңдерден өтеді. Қазір соған қарап отырып, өзіңіз қайсы кезеңде жүргеніңізді білсеңіз болады. Барлық адам сетевойға келген сол кезеңнің бәрінен өтеді. Бірінші қобалжу, чрезмерное волнение, екінші сумасшествие, үшінші зрелость, төртінші профессионализм. Сіз профессионализм, түсіндіңіз, бұл бизнестің мағынасын түсініп алдыңыз да, не зат бұл оған. Бұл статистика бизнесі болған. Сіз оқып, үйреніп профессионал болуыңыз керек, дұрыс шақыруды білуіңіз керек, ол бойынша бар тренингтеріміз, дұрыс презентация өтуді білуіңіз керек. Ол адамды қалай жұмысқа бағыттап білуді үйренуіңіз керек. Мына секрет жазып қойсаңыз болады.
сондай секрет, бұл жұмыстың секреті, бұл бизнестің. Бірінші өзің жұмыс істеп үйрен, жұмыс істеуді үйрет ана адамға дейді. Өзің істеп білмесең оны үйрете алмайсың, кейін үйретуді үйрет дейді. Оны лектор қылып дайында деген сөз ғой. Міне сол системаның бәрі бар. Біз енді осы 10 жыл болмай қалды осы жұмыс жасау. Сол кезде 2019-да мен сонда қайтадан Өзбекстанда жұмыс басталған кезде бізде сондай система болды. 0 болып келген адам бар ғой, 0. Былайша айтайық, студенттер болды. 2 жылдың ішінде профессионал болып шығатын система болды. Енді ол енді тегін оқу болғаннан кейін созылады, сондай тегін болса адам оның қадірін білмейді, қадірлемейді. Соған созылды. Егер ақша төленген болса, ол қадірін біледі, тез арада даже 5-6 айда сол системамен адам профессионал болуға болады. Адамды қалай шақыру, оған презентацияны түсіндіру, продукция бойынша консультация беру, маркетингті түсіндіру, холодный контакт. Бұның бәрін үйренуге болады. Бізде бар сол система, Алла қаласа жолға қойып жатырмыз. Онлайн сабақтарымыз да болды, ондай курстар. Сол жерлерден бәрін үйренуге болады. Ондай қарапайым адам келіп профессионал болуға болады. Енді профессионал болғанда 5 этап бар. Оқудың 5 этабы болады. Бірінші проверка понимания дейді, қазақша не болады? Үстіртін түсінік дейді ме сондай? Үстіртін түсінік. Сіз келдіңіз, просто кішкене түсінік бар да, азғандай. Шала түсінік, қате түсінік. Екінші қайталау. Сіз оны қайталадыңыз, мысалы шақыруды қайталадыңыз, дұрыс шақыруды. Сіз профессионал болдыңыз. Любой момент шақыра аласыз. Сіз презентацияны қайталадыңыз, сіз любой момент презентацияны өте аласыз. Ең презентацияның жақсы не болып, сіз өзіңіз өту. Енді қазір мынандай методтар бар. Шақырасыз, спонсорыңыз өтіп береді, или онлайн презентация шақырасыз. Ол методтар жұмыс істейді, бірақ ең жақсы жұмыс істейтін қашан өзіңіз презентацияны жақсы өтіп білесіз, сіз любой жерде құра аласыз бұл бизнесті. Басқа қалада болсын, басқа мемлекетте болсын, 0-ден бастап любой жерде құра білесіз. Сол үшін презентацияны, маркетингті соны өтіп білу, ол қайталау арқылы. Бір нәрсені қайталай берсең, қазір сіз теннис ойнауды үйренемін, домбыра шалуды үйренемін, тағы басқа шаңғы теуіп, любой затты үйренесіз ғой, жазуды үйреніп, қайталау арқылы ғой сонда. Соны үйренсеңіз, сіз үшінші не ол қолдану. Сіз қашан қолданып бастайсыз, іс жүзінде үйренген біліміңізді, шақыруды, презентацияны живой өзіңіз өтіп үйреніп, қайта өте бересіз, қайта отказға қарамастан өте бересіз. Сол кезде сізде жаңағы қайталау. Оны кезде сізде навык деген пайда болады. 4-ші этап навык, освоение навык деп айтылады. Навык деген не? Дағды дейді ма қазақша сол. Сол навык. Одан кейін оны қайталап қолдана бергеннен кейін навык арта бергеннен 5-ші этап профессионализм. Барлық мамандықта әр кәдімгідей салада өзі сондай осы 5 этаптен адам профессионал болады. 1-2 жыл уақыт кетсе профессионал болуға ол ешқандай ұзақ уақыт емес. Сіз өзіңізді есіңізге түсіріңіз, мектепте жазуды, жазу, онда да зуылдап жазып кету, жаңағыдай тоқтамай зуылдап оқу 3 жылда үйренбейді адам. Бірінші начальник бастап. 10 жыл болған кезде уже более-менее. Бірақ сетевой маркетинг сіз келіп 2-3 жылда осыны уақыт жұмсасаңыз, бар ұзағында 3-4 жыл болғанның өзінде ол оған арзи ма? Бұл жерде ана басқаға салыстырғанда үлкен ақша бар. Шексіз миллион ақшаларды алуға болады. Соған арзи ма, арзымай ма? Мен ойлаймын, әлбетте арзиды. Енді мына адамның несіне келетін болсақ, әртүрлі адам болады, қабілет, қарайды, тағы басқа изатқа қарайды дейді. Мен осы бизнесте әртүрлі сауат дегенге қарамайды. Сауат дегенге. Мен 2 тракторист білдім. Осымен мен мына значокты специально тақтым. Анда мен сол Тяньшиде сол ең жаңағы золотой леп дейді ғой, үлкен дәреже болды. Соны красный дорожкадан өту, ана бірінші қатар көп оның бәріне болғанбыз. Сол үшін осындай золотой леп дәрежеде Өзбекстаннан, Ташкентский облыстан, сосын екінші Қазақстан. Қызылорда жақтан сол. Тракторист болды, шахтер бар қазір. Шахтер кәдімгі шахтада көмір шығарумен айналысқан адам, сауаты жоқ. Сол осындай золотой леп қазіргі күнге дейін Тяньшиде жақсы жұмыс істеп жатыр. Көшіп келді осы Алматы облысынан, сол Қызылордадан үй салып алды, машиналары бар, баласында машина. Сосын ол сауатқа қарамайды. Жас деп отырған болсаңыз, жасқа қарамайды. 2005 жылы Малайзияда болған конференцияда мен сондай бір көп адам енді алды сахнаға шығып, машина, автобус. Бірақ мен соның ішінде 2 көзге көрінетін бір 76-да үлкен апай и 80-ден асқан апай болды машина алған. Сол кезде енді қалай ойлайсыз, 80-ден асқан адамда не бір арманы бар ма оның? Бір аяғы ар жақта тұрған адам ғой енді. Ол бір не дейді, абырой атаққа жеткісі келе ма? Ешқандай. Ода себеп болған. Сол үшін себеп бәрімізде бар. Сіз өзіңізді қазір бүгінгі алып отырып, сіз жаттығу, өзіңізге задание, себебіңізді анықтауыңыз керек. Сіз не үшін келдіңіз? Қандай ақшадан, қазір болмаса бұрын болған шығар, ондай ақшадан қиналған менде болған себеп дейді. Ана кісіде себеп болған. Сол бір күн үйіне келсе, баласы өзіне қол салайын деп жатқан. Баласын тоқтатқан, не болды? Баласы айтасы инвалид екен, коляскада отырады, 49 жаста. Сонрасында ана айтыпты, сіздер мен маған қарадыңдар, бәленбай жыл сіздер қартайып ертең кетсеңдер, маған кім қарайды? Сіздерден бұрын мен кетейін деп айтқан баласы. Содан бұл жан-жаққа жүгіреді, больницаларға барады, врачтарға. Енді ана медицинада бір орында тоқтап тұрған жоқ қой, дамып жатыр, басқа болып жатыр. Бір врачтар айтады, бұған дейді
операция бір шанс бар дейді. $50,000 керек дейді. Бірақ бір жылдың ішінде дейді. Бір жылдан өтіп кетсе, уже кеш болуы мүмкін дейді. Соны ол жаңағы 80-ден асқан апай келеді да, үлкен жастағы кісі спонсорына келіп айтады: ой, сен мына бизнесте мынандай ақша бар дейсің де, бар ма шынымен дейді. Бар дейді. Не істеуің керек дейді. Сен мынандай істеуің керек, презентация өтуің керек дейді. Сол себеп тоқтамай презентация өтеді бір жылдың ішінде. Сол үлкен дәрежеге де жетсек, $50,000 табылады, и автобонус алды. Жанындағы досы да жетіп салды. Ол да соған қосылып бірге бизнес істейді. Сол 80. Сол үшін мен жас бұл жерде рөл ойнамайды. Себеп болса болды. Бұл арман, мақсат еді керек қой мысалы. Но ең басты сол себеп адамдар. Сосын нені айтады адамдар, да? Физически шектелген адамдар болады ғой, инвалид болуы мүмкін. Мен сондай адамды бұрын естетін едім. Украинада сол мына мылқаулар бар дейді. Мылқаулар сол тянь-шаньның бизнесін жасап алды. Бір жақсы дәрежеге жеткен. 2018 жылы мына балуан шолақта үлкен фестиваль болды. Сол жерде мен өз көзіммен көрдім. Партерде төменде ана секторға қарап біреу сурдоперевод қолмен былай түсіндіреді ғой. Сол сондай адам отыр, бір сектор толысы жаңағы бәріне екен. Мылқаулар сол бизнес жасап алды. Қарап қандай оларға оңай емес та, бірақ жасап алды. Сосын андай нелерді көрдік. Инвалидный коляскада отырған автобонус алатын адамдарды көрдік. Сол үшін бұл тек қана шектеу өзімізде болған. Ол енді психология сабақтар бар, сол жерге қатысып, кітаптарды оқып, содан не қылсаңыздар болады. Қалай ол шектеуді алып тастау керек, тағы басқа ол туралы көп біздің сабақтарымыз бар, тренингтеріміз бар. Но бірақ сіз енді білдіңіз, бүгін сондай адамдарда сізде себеп болу ең басты. Сол кезде ештеңе қарамай, жаңағы 4 кезең бар, содан өтіледі, міндетті түрде өтілу керек бәрі. Оқудың этапы профессионал болу үшін жаңағы 5 этапта өтілу керек. Сол кезде сізде үлкен шанс болады мына жетістікке. Тем более бұл жерде жаңа айтып отырмын ғой, біз кейінгі уақыттар мен енді ұзақ уақыт кетті, 3 жылым кетті мен оқусыз, спонсорлар тыңдамай, өз білгенімше жұмыс істеу деп айтылады да, өз білгенше мен 3 жыл уақытым кетті. Сол маған енді бір сол себепші болған, мотивация берген. Міне қазір менің қолымда тағы бір значок бар. Бұл маған неге сауғаға берілген да. Біздің компанияда заслуженный почетный член правления дүние жүзінде сол 6 адам болды. Соның біреуі біздің жерлесіміз. Қалғаны бәрі шетелдің адамдар. Соның 5-еуі китайец, біреуі дүние жүзі бойынша осы біздің жерлесіміз. Сол маған мотивация болған, Өтебай Мырзабек деген. Сол жерге өзінің компаниясын ашып кетті. Мультимиллионер, долларовый. Яғни сол жігіт осы бизнесте келгенде, ол алдымен басқа компанияда жұмыс жасаған. 2,5 жылда нәтиже -$3,700. Либгуд әлі 2,5 жылдан болғанмен 2,5 жыл жүрген адам жоқ қой бұл жерде. Қазақстанға келгенде 2 жылдан астан шығар. Так что сіз қазір көп минусқа кіріп кетпесеңіз, қуансаңыз болады, сіз үлкен табыстар алыңыздар. Кішкене азғандай ақша алып жүрсеңіз, структураңызда 1-2 адам болса, ол да өте жақсы. Егер сіз ештеңе табыс таппай жатқан болсаңыз, просто ешкім шақыра алмай отқан болсаңыз, ол да жаман емес. Дәстүрлі бизнесте қарайған ақшаны жұмсап 3 жылдан кейін табыс тауып бастайсыз. Оның бер жағында табыс жоқ. Егер болмаса ол банкрот болып қалуы мүмкін. Бұл жерде ондай көп не жоқ, үлкен мүмкіндіктер бар. Және жаңағы осы адамның қалауы болып, жаңағы себебі болса, себеп туралы, егер сіз бай болғыңыз келсе, дейді, сізде себеп болу керек деп айтады. Саймұрат Далатов айтады. Сол үшін егер сіздің себебіңіз болса, сізде үлкен қалау болса, сіз жете саласыз. Ешқандай проблема жоқ. Мыңдаған отказ болады. Мен айттым ғой, өткен бизнесте 100-деген адам тіркегенмін. Бірақ сол 600-ге дейін санап жүрдім жаңағы өткен презентациямда да. Бәрі менің шақырған адамдарымыз, басқалары шақырғаны. Одан кейін сол сан жазбай қойдым, санамай да қойдым да, есап сан жоқ. Қазірдің күнінде мен бірақ қазір осы Либгудта адам тіркеу маған проблема емес. Мен тіркеген адамдарым тіркеледі ме, олар егер пассивке келсе үндемей төлеп отырады, сұрамайды. Қашан не реклама, басқа сабаққа да кірмейді. Біз келісім бар, олармен келісемін да, түсіндіремін. Осындай болса тіркеймін, болмаса тіркемеймін деймін. Осыған келіссең тіркеймін, пассивте отыратындар. Пассив еместермен былай. Сол үшін кеше осындай жағдайлар болады, қазір ондай қатты активный болмай қалдық, но все равно 90%, 99% болады, айында 1-2 адам төлемей қалатын, қалған бәрі 100%. Бұл сондай системамен жұмыс істеген кезде сондай нәтижеге жетсеңіз болады. Осындай де. И сол оған бірақ сондай уақыт керек. Яғни презентацияны жақсы өтіп білу керек, жаңағы сабақтар кезеңнің бәрін өту керек. Сонымен жұмақ шығаратын болсақ, қазір бұл жерде біріншіден адамда қалау болу керек, сізде себеп болу керек. Жаңағы оқуларын обязательно міндетті түрде оқу. И қазіргі оқу мен кейінгі оқуды салсаң, қазір үйде рахат диванда жатып оқып аласыз. Ертең офлайн обучениелер де болады, бізде жолға қойылады. Сондай офлайн обучениелерге біз енді бұл заманда интернет жоқ, офлайн обучение жоқ. 2000 километрден келіп, қарайтын ақшаларды төлеп, жаңағы лекторский конкурстар болады, тағы басқа болады, сол бәріне сондайларға қатысып үлкен бұл себебі сіз өзіңізге мына неге жұмсаған ақша ол ертең үлкен табыс алып келеді. Главный бұл жерде біз ақша емес, көп уақытты жұмсауымыз керек.
бұл кәсіпті игеруге. Инструмент ең бәрі бар. Курстар жақында бір курстар болып жатыр ар жақта. Өзімізде де болады сондай. Соның бәріне қатысып, соның бәріне жетсеңіз болады. Любойыңыз. Мен сондай бір, мен айтып бермекшімін, бір ондай бизнесте Америкада страхование дейді, страхование. Бір адам көп жылдар бойы бірінші орында тұрады. Миллиондай жаңағы контракттар жасайды екен, жаңағы миллиондай табыс болады екен. Көп жылдар бойы. Сосын одан адамдар сұрады, сен қалай сондай неде жүрсің, қандай сенің сырың бар, бізбен бөліссей, бізді үйрет деп. Сосын қайта солай бергеннен жарайды, мен бөлісейін, онда давай. Ұйымдастырым деген жиналым, сондай үлкен зал ұйымдастырған, $100 ба, $1 билет сатылған. Ал оқу басталайын деп жатқан кезде, ол свет өшеді залда, екі бір дәу жігіт мынандай темірден алып келіп қояды. Подставка дейді, ол мен қазақша не дейді соны. Алып келіп қояды да, мына шар тұратын ойығы бар да, сол сөйтіп залдың ең соңынан тағы да екі дәу жігіт шар домалап шығарады. Үлкен диаметрі 1 метр темір шардай, ауыр тоннадай тұратын шар. Сөйтіп жаңа ненің ішіне қояды өзім, тұратын жеріне да, шар тұратын жеріне. Өдетті сол қолынан темір бита дейді ғой, соны алады да, сол айтады залдағы, кім мынаны дейді, бір ұрғаннан орнынан қозғалтатын адам бар ма дейді. Дәу жаңағы качок жігіттер шығады да, біреу жаңағы ұрған кезде, енді білесіз ба, Той мырза, естілмей кеттім. Интернеттен ғой. Осыпай мырза, естілмей қалды. Шарды ұрып атқан шығар, шарды. Казахи говорят на казахском. А если я буду на русском базаре, то они поймут? Они знают русский. Естілді ма? Это мы ни черта не татаров. Үзіліп кетіп тұр, үзіліп кетіп. Енді, связь солай болып тұр бүгін. Интернет. Қазір естілді ғой, Жақын қалды. Лидия, пожалуйста, камеру выключите, пожалуйста. Лидия. Вам слышно, Лидия? Камеру выключите, пожалуйста. Енді естілді ғой, Естілді. Бұл запись болып жатыр. Сөйтіп сондай адам айтады, мен мына бармақпен, соны саусақпен дейді, не аламын дейді, жаңағы қозғалтам дейді. Бұдан адам шулап кетеді зал. Сен, ой, бізді не дейді, мазақ қылып жатсың ба, қайда ол темірмен қиып қозғалмаған. Ол сол адамдар тыңдамастан жаңағы саусақпен жаңағы шардың ортасына ұрып бастайды. 5 минут өтеді, 10 минут, 15 минут зал шулап жатыр. Оған уже төгіп бастайды, не лақтырады, жаңағы бутылкаларды лақтырады, пластик, тағы бір ыдыстарды лақтырады. Сосын жаңағы шығып бастайды. Содан жаңағы залдан кетіп бастайды. Ең кейінде 15 адам қалады. Жарты сағаттай уақыт өтеді. Жарты сағат өткеннен кейін ана адамдардың көздеріне көріне ма, білмеймін, жаңағы қозғалып бастайды шар. Кішкене қозғалғандай болады. Қараса ол кейін дәл қозғалады, кейін қараса действительно амплитуда көбейіп бастайды, ол білінеді, ол шайқалып тұр. Шайқалады да жаңағы тұрған орнынан постаментден шығады да домалап кетеді ғой ары қарай. Сол кезде жаңағы кісі айтады, мына тоқтата алатын адам бар ма дейді. 1 тоннадан үлкен шарды ешкім тоқтата алмайды. Сол кезде жаңағы адамдар түсінеді, мына табыстың секретін, сырында. Адам ештеңе қарамай дұрыс әрекет та, бірақ дұрыс әрекет жасау керек. Тоқтамай, танбай, монотонны бір тегісте, стабильный дейді ғой, регулярно сол әрекет жасап отырса, адамдар айқайлайды ма, сізді мазақтайды ма, шулайды ма, сізге мыңдап отказ бере ме, соған қарамастан жасай берген кезде, сол кезде адам табысты болады екен да. Сол сырды үйренеді сол кезде. Сол үшін осы жерде егер келіп сіз тоқтамайтын болсаңыз, оқып үйреніп дұрыс әрекеттер жасайтын болсаңыз, қанша отказ болуына қарамастан әрекет жасай берсеңіз, әрбіріңіз үлкен дәрежеге жетсеңіз бұл жерде. Кім болуыңызға қарамастан. Сізде ол қабілет бар ма, сөйлеп білесіз бе, білмейсіз бе? Мен ешқандай сондай моменттер болды. Мен білемін енді қазір, мен сабақ жақсы өтемін, білемін да өзім жақсы өтетінімді. Сондай моменттер болды, мен бастап жүрген күндері сол сахнада лидерлер сөйлеп тұрады, сол кезде ішімнен ойлап отыратын. Ой, мыналар керемет сөйлейді, сондай дана ақыл сөздер сөйлейді. Мен еш уақытта осындай сөйлей алмаймын деген сөз айтатын едім ішіме. Бірақ уақыт келді, сол сөйлеп жүрген адамдардан да кем емес, артық болсам артықшан, содан өздері шақырып мені бір таңдау болды бір. Мен 10 жыл бизнесте жоқпыз, ешқандай жасаған жоқпыз, бірақ 10 жыл бұрын жасалды сол. Бір күні сол звондап, ең жоғарыда дәрежедегілерді шақырып, ал осындай келіп кетпейсің ба, мынандай бір сабақ сен жақсы өтетін ғой, баяғыда дейді, 10 жыл бұрын. Жарайды, барып келіп сөйтсем бір залда азғанда бір 30-40 адам жиналған, бірақ лидерлер өтіп болса болды, молодец, артында жиналып алды. Десем, оказывается, мен сол конкурс жариялаған екен, 1-2 адам өту керек.
мен шықтым, болды деді, ертең оказывается ертесіне Қазақстан әр жерден адам келеді екен да. Сондай неге жетістім да, бірақ кезінде мен залда отырып, мен мынандай деп сөйлей алмаймын деп отырған адаммын. Сол үшін бұл жерде бәрін үйренуге болады. Сізді мына неден панический страх дейді ғой, сондай болар еді менде. Сахнаға шығудан, камераға сөйлеуден сондай кезде 1-2 жыл болды мен камераға сөйлеуіме да. Қазір еркін сөйлеймін, үйрете аламын осының бәрін адамдарға. Өзімнің методы бар. Сонымен жеңіл бәрін үйреніп алуға болады. Ең басты нәрсе бұл жерде тағы бір секрет, сыры, сіз бір айтуыңыз керек та өзіңізге. Маған емес, спонсорға емес, ешкімге, жолдасыңызға емес. Мен ешқашан, никогда не сдаваться дейді ғой, мен ешқашан тоқтамаймын. Мені ешкім тоқтата алмайды. Мен жетсемін, себеп бар ғой сол жетісуге, арман бар. Мен соған жетсем, мен ешқашан тоқтамаймын десеңіз, сіз бүгін білдіңіз, сіздің сауатыңызға, жасыңызға, физикалық жағдайыңызға ешқашан қарамайды, сыртқы неге қарамайды. Адам, әрбір адам жете салады, мен соған сенемін. Сіз әрбіріңіз жете саласыз. Бәріңіз соған жетісуге лайықтысыз. Тем более осы Ливудқа келдіңіз бе, сіз өмірде бір затты, лайықты адам екенсіз. Себебі көп адам бұны көріп білмей жатыр қазір. Олар келеді 5 жыл, 10 жылдан кештеу болады да. Сіз көрдіңіз бе, демек сіз соны өзіңізді құттықтап қойсаңыз болады. Бәріңізге мен осы бизнесте қандай мақсат, арман қойып жетіп келген болсаңыз, бәріңіздің тек осы жаңа айтқандарды істеп, оқу, сізде не болып жұмыс істесеңіз, сіз тоқтамай жұмыс істесеңіз, сіз жете салатыныңызға мен көзім жетеді. Ерте ме кеш пе, как разница, 1 жыл бұрын, 1 жыл кейін болды, оның несі жоқ. Бәрібір түбінде любой адам бұл жерге жетісуге болады. Үлкен дәреже. Мен соның бәрін сіздерге тілеп қалар едім. Үлкен табыстар тілеймін. Кейінгі кездесулерде сау болыңыздар. Қонысбай мырза. Иә. Қонысбай мырза.